Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі шығарылымда біз алманың пайдасы мен зиянын айтатын боламыз. Бастамас бұрын ең алдымен каналды қолдау мақсатында тіркеліп, видеоға лайк басып, ой пікірлеріңізді комментария қалдырыңыздар. Әр апта сайын жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал ендеше бастайық. Алманың зиянды жағын білесіздер ме? Тым қарапайым сұрақ, иә? Сіздердің бір ауыздан алманың пайдалы екендігін айтқандықтарыңызға сенімдіміз. Алайда диетолог мамандары алманың зиянды тұстарының бар екендігін естен шығармауға кеңес береді. Алманың құрамында С, В1, В2, П, Е дәрумендері мен марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, мырыш микроэлементтері бар. Алмадағы темір қан айналым жүйесіне өте қажет. Сондай-ақ онда жасұнықтың өте көп бөлігі бар. Алма бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бет терінің түсін жақсартып, жас әрі күтімді етіп көрсетеді. Холестерин мөлшерін азайтып, іш қатудың алдын алады. Диареямен емдеп, иммунитеттің жүйесін нығайтады. Алдыңыздағы тізімді көріп, ешқандай нашар қырын байқамағаныңызды айтарсыз. Асықпаңыз. Диетологтар алманың құрамындағы жасұнықтың көп болуы колит, тоқ ішектің талаурап, қабынып ауруының пайда болуына әкеліп соқтыруы және асқазан ішек жолдарының жұмысына зиян тигізуі әбден мүмкін екендігін айтады. Екіншіден, құрамындағы жеміс қышқылының шамадан тыс көптігі асқазандағы жараны ұлғайтып жіберу қаупі бар. Үшіншіден, алманың қышқыл тістің эмалін қатты әсер етеді, яғни оны жұқартып, тісті сезімтал етіп шығарады. Алма жапырағынан демделген шайды көп ішпегеніңіз абзал. Мұның қант диабеті ауруына шалдықтыратындығын дәлелдеген. Видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, каналды қолдау ретінде тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.